Ғалымдар түрегеп тұрып су ішудің адамдарға медициналық тұрғыдан зиян келтіретінін білдіре отырып, адамдардың асқазандары дененің қалай тұрғанына қарай әртүрлі болады. Яғни, түрегеп тұрған кездегі және отырған кездегі асқазанның халі екі түрлі. Асқазанның кішкентай иінкі бөлігіне сай келетін вальдеер асқазан қуысы деп аталатын қуыс болады. Сұйық азықтар осы жерден тұрақты ашық қуысы бар асқазан жолынан шығып, 12 елі ішекке өтеді. Яғни қысқаша айтқанда, адамдардың түрегеп тұрып су ішулері еш жерге әсері болмастан тікелей 12 елі ішекке өтеді. Су адамдар үшін өте маңызды. Бұл суды түрегеп ішкенде су асқазанда бірікпейді және денеге пайдасы болмайды. Егер адамдар суды отырып ішсе, алдымен асқазанда бірігеді, қышқылдармен араласып, микробтары өледі, кейін 12 елі ішекке өтеді. Осылай отырып су ішу әдісіне мойынсұну арқылы адам холера ауруымен қоса көптеген аурулардан сақтанған болады. Адамдар көрінген жерден су алып, түрегеп ішіп кете берсе, кейбір ауруларға душар болады деді. Түрегеп тұрып су ішудің медициналық тұрғыдан зияны болуымен қатар, бұл жөнінде дінімізде де сүйікті пайғамбарымыз тарапынан айтылған хадистер бар. Егер түрегеп тұрып су ішкен адам асқазанына келтіретін зиянды білгенде, ішкен суын құсып жіберер еді. Түрегеп су ішпеңдер, кімде-кім ұмытып түрегеп тұрып су ішсе, құсып шығарып тастауға тырыссын. Су ішер кезде қыблаға қарап отырып, бисмиллах айтып, стаканды оң қолға алып ішу керек. Барлық нәрседе болғанындай суды да шамадан тыс мөлшерде ішпеу керек. Өте ыстық және өте суық болған сулардан да сақтану керек.